Баршаңа сәлем. Қазір комбинаториканың есептерін шығаратын боламыз. 9 сыныптың есептері А деңгейі. Онда бірінші есеп P7 бөлінген P4. P7 бұл есепті біз қайталанбайтын орын алмастыру формуласы бойынша ашамыз. Яғни P7 деп отырғанымыз 7 факториал, P4 деп отырғанымыз 4 факториал. Сонда бізде 7 факториалды 4 факториал көбейтілген 5 көбейтілген 6 көбейтілген 7 деп жазсақ болады. 4 факториал мен 4 факториал қысқарады. Сонда бізде жауабы 210 болады. Екінші есеп. Екінші есепте А деп отырғанымыз ол қайталанбайтын орналастыру формуласы бойынша жазамыз. Яғни ол бізде былай болады. 6 факториал 6 азайтылған 5-тің факториалы бөлімде 7 факториал болады. Мына жерде бізде 6 факториалдың өзі қалады, ал бөлім біз 6 факториал көбейтілген 7 деп алсақ болады. Сонда жауабы 7-ден 1 болады. Үшінші есеп. Сегіз факториалды біз 7 факториал көбейтілген 8 деп алайық. Бөлімі сол күйі қалады. Және 5 факториалды жазып алайық. Және 6 факториалды 5 факториал көбейтілген 6 деп алайық. Сонда бізде 7 факториал мен 7 факториал, 5 факториал мен 5 факториал қысқарады. Сонда бізде 1 қосылған 8 қосылған 6-дан 1 қалады. Бұл бізде 9 қосылған 6-дан 1. Ортақ бөлімге келтірсек 6-дан береміз. Сонда 55 бөлінген 6. Аралас сан түрінде жазатын болсақ 1 бүтін 9 бүтін 6-дан 1 болады. Төртінші есеп. Тоғыз факториал бөлінген 7 факториал азайтылған 7 факториал бөлінген 5 факториал азайтылған 2. Тоғыз факториалды 7 факториал көбейтілген 8 көбейтілген 9 деп жазсақ болады. 7 факториалды 5 факториал көбейтілген 6 көбейтілген 7 деп жазсақ болады. Азайтылған 2. Сонда бізде 72 азайтылған 42 азайтылған 2. Сонда жауап бізде 28 болады. Онда екінші есеп. Егер жазылуында цифрлар қайталанбайтын болса, онда 2, 1, 8 және 6 цифрларынан қарастырылған барлық 4 таңбалы сандардың санын табыңдар дейді. Бұл жерде қайталанбайтын орналастырудың формуласын қолданып шығарамыз. Яғни P n тең n факториал. Бұл жерде n деп отырғанымыз 4 болады. Өйткені бізде 4 сан берілген. n-нің орнына 4-ті қойсақ, яғни жауап бізде 24. 24 4 таңбалы қарастыруға болады. Онда үшінші есеп. Бұл есепте
қайталанбайтын орналастырудың формуласы бойынша ашамыз. Теңдеуді шешу керек. Яғни ол былай бізде былай болады. X азайтылған 1-дің факториалы. Біз X факториалда X минус 1-дің факториалы көбейтілген X деп жазсақ болады. Бөлім сол күйінде қалады. X минус 1-дің 2-ге қысқарады, сонда жауабы бізде 5 болады. Екінші есебі. Жаңа бізде көрсетілгендей X-тен 1 дегеніміз ол бізде X-ке тең. Сонда бізде тек осылай жаза саламыз. X тең 5X. Бұл жерден X-іміз 0-ге тең болады. Үшінші есеп. X-тен 2 тең 5X-ке. Формула бойынша ашамыз. X факториалымызды X минус 1 X минус 2-ның факториалы деп жазып алсақ болады. Және бөлімде X минус 2-ның факториалы тең болады 5X-ке. Мына 2-ге қысқарады, сонда бізде X минус 1 тең 5X-ке қалады. Бұл жерден X квадрат минус 6X деген мән шығады. 6X тең 0. Мұна X көбейтілген X минус 6 тең 0 деп жазып аламыз. Бұл жерден бізде X 0-ге және 6-ға тең. Бізде 0 деген жауап қабылданбайды, яғни жауап бізде 6 болады. Төртінші есеп. Жаңағы есепте көрсетілгенде бізде X-тен 2-ның мәні белгілі. Ол бізде X көбейтілген X минус 1 тең болады 4X қосылған 24. Дискриминант арқылы шығарайық. Бізде 8 және минус 3 деген мән шығады. Бұл жерден минус 3 деген мән қабылданбайды, сонда жауап 8 болады. Онда төртінші есеп. Азық-түлік дүкенінде алманың 6 түрі сұрпы және мандариннің 3 сұрпы бар. 1 килограмм алма және 1 килограмм мандаринді қанша тәсілмен сатып алуға болады дейді. Бұл жерде қайталанбайтын терулердің формуласын қолданып шығарамыз. Яғни бізде бұлай болады. S6-тан 1, яғни 6 түрлі сұрыптан 1 килограммды және 3-тен 1 3 килограмм мандарин сұрпынан 1 килограмм. Ашып жазсақ 6 факториал бөлінген 6 азайтылған 1-дің факториалы көбейтілген 1 факториал көбейтілген
3 факториал бөлімде 3 азайтылған 1-дің факториалы көбейтілген 1 факториал. Сонда біз 6 факториалды 5 факториал көбейтілген 6 деп жазып алайық. Бөлімде бізде 5 факториал қалады. 3 факториалда да 2 факториал көбейтілген 3 деп жазайық. Бөлімде 2 факториал бізде. 5 факториал мен 5 факториал, 2 факториал мен 2 факториал қысқарып кетеді. Сонда 6 көбейтілген 3 қалады. Ол бізде 18-ге тең. Яғни 18 тәсілмен сатып алуға болады. Онда 5-ші есеп. Бұл жерде теңдіктерді дәлелдеу керек. Осы қайталанбайтын терілердің формуласы бойынша ашып жазамыз. S7-тен 4 қосылған S7-тен 3 тең S8-ден 4. Жеті факториал бөлінген 7 азайтылған 4-тің факториалы көбейтілген 4 факториал. Қосылған 7 факториал бөлінген 7 азайтылған 3-тің факториалы көбейтілген 3 факториал тең болады 8 факториал 8 бөлінген 8 азайтылған 4-тің факториалы көбейтілген 4 факториал. Жеті факториалды біз 4 факториал көбейтілген 5 көбейтілген 6 көбейтілген 7 деп алайық. Бөлімінде 3 факториал көбейтілген 4 факториал қосылған. Мына жерде де 7 факториалды 4 факториал көбейтілген 5 көбейтілген 6 көбейтілген 7 деп алайық. Бөлімінде 4 факториал көбейтілген 3 факториал. 8 факториалды да 4 факториал көбейтілген 5 көбейтілген 6 көбейтілген 7 көбейтілген 8 деп алайық. Бөлімінде 4 факториал көбейтілген 4 факториал. Енді қысқаратынын қысқартайық. 4 факториал мен 4 факториал. Мына жерде 4 факториал 4 факториал. Мына жерде 4 факториал мен 4 факториал қысқарып кетеді. Сонда бізде бірінші бөлшектен қалатыны 35 қосылған екінші бөлшектен де бізден 35 қалады. Үшінші бөлшегіміз бізде 70-ге тең. Яғни теңдік дәлелденді. Екінші есеп. Сегіз факториал бөлінген 8 азайтылған 4-тің факториалы көбейтілген 4 факториал. Қосылған 8 факториал 8 азайтылған 3-тің факториалы көбейтілген 3 факториал. Қосылған 9 факториал бөлінген 9 азайтылған 5-тің факториалы көбейтілген 5 факториал. Тең болады 10 факториал бөлінген 10 азайтылған 5-тің факториалы көбейтілген 5 факториалы. Енді 8 факториалды 4 факториал көбейтілген 5 көбейтілген 6 көбейтілген 7 көбейтілген 8 деп алайық. Бөлшектің бөлімінде 4 факториал көбейтілген 4 факториал болады. Қосылған. Бұл жерде 8 факториалды 5 факториал көбейтілген 6 көбейтілген 7 көбейтілген 8 деп алайық. Бөлшектің бөлімінде 5 факториал көбейтілген 3 факториал болады. 9 факториалды 5 факториал
көбейтілген 6 көбейтілген 7 көбейтілген 8 көбейтілген 9 деп алайық. Бөлімде 4 факториал көбейтілген 5 факториал және тең болады 10 факториалымызды 5 факториал көбейтілген 6 көбейтілген 7 көбейтілген 8 көбейтілген 9 көбейтілген 10 деп алайық. Бөлшектің бөлімінде 5 факториал көбейтілген 5 факториал қалады. Осы жерден қысқаратындарын қысқартайық. Сонда бізде бірінші бөлшектен 70, екінші бөлшектен 56 шығады. Үшінші бөлшегімізден 126 шығады. Ал мына бөлшегімізден 252 шығады. Мына үшеуін 70 қосылған 56 қосылған 126, ол бізде 252-ке тең. Яғни теңдік дәлелденді. Үшіншісі, бұл есеп с 5-тен 1 қосылған с 5-тен 1 қосылған с 5-тен 2 қосылған тағы сол сияқты с 5-тен 5 тең 32-ке дейді. Бұл есепті шығару оңай болу үшін қайталанбайтын терулердің қасиеттерін қолданайық. Оның қасиеті бізде с n-нен 0 қосылған с n-нен 1 с n-нен 2 қосылған тағы сол сияқты с n-нен n тең болады 2n-ге. Бұл жерден n деп отырғанымыз 5-ке тең, яғни 2-ның 5 дәрежесі ол бізде 32-ке тең. Яғни теңдік дәлелденді.